Айнараның нәзік қолдарына анасының ыстық жасы тиген сайын бала жүрегі қиналып, шарасыз күйге түседі. Басында ол өгей әкесінің арсыз әрекетін анасына айтып бергісі келіп біраз уақыт оқталды да, кейін оның алдағы тағдырына алаңдап, жабулы қазан, жабулы күйінде қалған еді. Уақыт деген қолға ұстатпас сынап қой. Осылай өз өксігін өзгеден жасырып жүргенде күндерден күндер өтіп, айлардан айлар асып, жылдардан жылдар зулап жатты. Айғайша екінші күйеуінен егіз қыз босанды. Айнара мектептен келе салып, егіз сіңілісіне қарайлап жүрді. Бұрынғыдай емес, өкінішті күндердің бәрі артта қалып, шат-шадыман күй кешті. Бірі сабақтан, бірі жұмыстан оралып, кешкілікте дастархан басы емен жарқын әңгімеге толатын. Иә, тағдырына мойымаған Айнара жас күнінен жетімдік тауқыметін бір кісідей татқасын, қиындықпен кездескен қатал тағдырына қатты өкінеді. Бірақ өкініштен не пайда? Ол тағдырын талақ етіп, жас өміріне қастандықпен қақпан құрған өгей әкеден мүлдем жиіркеніп кетті. Оңаша қалса екі көзден аққан жасқа ерік беріп, сағыныш пен өкініштің көз жасын төгіп алғанды ұнатады. Бірде қолына қалам алып, анасына хат жазды. Анашым, әкем тірі кезде біз бақытты отбасы едік. Әкем дүние салғаннан кейін мен сіздің тұрмысқа шығуыңызға кедергі бола алмадым. Кішкентайымда ылғи қолдарым көгеріп, талып қалып, ауруханаға жиі түстім. Сіз сол кезде менен барлық жайтты сұрадыңыз. Мен сіздің бақытыңызды ойладым. Сіздің жолыңызды жапқым келмеді. Өйткені сіз өгей әкемнің айтқанын ғана тыңдадыңыз. Тіпті менің сөздеріме мән бермей, сол кісінікін ғана дұрыс санадыңыз. Мен енді бой жеттім. Сіз шаң жуытпайтын өгей әкемнің қорлық, зорлығы, балалық шағымнан жарасы болып жанымда әлі тұр. Ол мені қатты қорқытып, соғып, қорлайтын. Әрине, сіз жоқта. Мен түн демей, күн демей жылап, тысқа шығып, марқұм әкем мен әжемнен жәрдем сұрайтынмын. Екі қызы бар, ұмытқан шығар дедім. Жоқ, бәрі мен ойлағанда емес екен. Тіпті ол мені жақсы көретінін айтып сандырақтады. Әрине, сізге айтқым келмеп еді. Бұның бәрі болашақта жалғаса берсе, біз бір отбасы бола алмаймыз. Мен өз жолымен кетемін. Қош, қош анашым, мен сізді жақсы көремін деп жазды да анасының жастығының астына қойып кетті. Жұмбақ тағдырын жұдырықтай жүрегіне сыйғызған Айнара кейін анасы мен өгей әкесінен қос бірдей бауырынан саналы түрде алыстап, өз жолымен бөлек кетті. Ол қашанда жалған өмірдің сынағына мойымауға әзір тұрды. Сөйтіп, жанын жегідей жеп, алаңсыз күлкісін ұрлаған мазасыз ойлардан арылып, жаңа өмірдің даңғыл жолын бастады. Бой жеткен Айнараның зымыран уақытпен жарысқан арман, мақсаты, қуанышы мен өзі ғана түсінетін мөлдір мұңы бар еді. Ол бақытты күндерінің алыста емес екеніне сенімді болды. Шіліңгір жаз өтіп, қоңыр күзде қылышын сүйреткен қыста артта қалып, күлімдеп көктем туды.
Уақыт өте келе Айнара жоғарғы оқу орнын тамамдап, өзге үйдің босағасын аттады. Өз алдына отау болып, шаңырағының түтінін түтетті. Шағын ауылда тұратын Айнара бәріне сыйлы келін. Жар құлағы жастыққа тимей жүретіні де содан. Келген жері оны жетім деп желкесінен итермей бауырларына басты. Айнараның бақытты өмір сүріп жатқанын сырттай естіген Айғайша қызына риза болып, ішінен тәуба деді. Балалығы еске түскенде Айнараның өзі өскен шаңыраққа анда-санда барып, мауқын басып қайтатыны бар. Бұл жолы да ол ауылға оралып, үйіне қарай бет алды. Қара шаңырақтан түтін будақтап тұр. Тек ол түтіннің иелері басқа жандар еді. Ащы да тәтті қайран балалықтың белгісі ай.